Жұмыстан келген Құралай тыныш жата алмады. Телефондағы номерлерді теріп звондай бастады. Дыбыс барып тұр, бірақ алмайды. Осылай бір жарты сағаттай отырды. Енді бұдан ары шыдамай, орнынан тұра сала сыртқа шықты. Кешкі уақыт, дала салқындау екен. Күндіз жауған жаңбырдың ызғарыма бетті ұрып тұр. Курткасының замогын жауып, жағасын көтерді. Жолға шыға сала, такси ұстап, Меруеттің үйіне жетіп келді. Құралайды көргенде Мерует аңтарылып қалды. Осылай жетіп келеді деп ойламаса керек. Құралай, үйде күйеуім бар, кейін сөйлесейікші, деді көздері жалақтап. Кейінге қалдыра алмаймын, менің мазам кетті деп үйге кіріп алды. Сол арада төргі бөлмеден Жандос шықты. Есі шыққан Мерует, кір, тура шайға келдің, жақсы болды дегеннен басқа амалы қалмады. Шай ішіліп, Жандос ас бөлмеден шығып кетісімен, ақша қайда, деді Құралай. Ақша тұр ғой, сонша неге уайымдадың, деді. Біздің істегеніміз дұрыс болмады. Біреу біліп қойса болды, құрдық, сотталамыз. Кім біледі, сен айтпасаң, мен айтпасам, неге қуыстанып жүрсің? Мына түріңмен өзіңді ұстап бересің, деді Құралайға өктеп сөйлеп. Сол ақшаны орнына апарып қояйықшы, мен қорқамын. Есің дұрыс па? Анық сол кезде ұсталамыз, болмайды. Уақыт өтсін, барлығы ұмытылғанда жұмсаймыз, рағатын көреміз, көрде тұр, деді. Бірдеңкені сендіргісі келгендей. Кешегі күні Мерует екеуі бастықтың кабинетінде отырған. Кабинет ішін жуып, тазалап болған беттері болатын. Құралай, саған бірдеңе көрсетейін бе, деді. Өзіне қарай шақырып, мынаны қара деп үстелдің астында сипті көрсетті. Мә, мықты жерде тұрып, көрінбейді де. Есігі ашық, жабуды ұмытып кеткен сияқты демі деп, өзі есігін ашты. Екеуінің көздері бақырайып кетті. Іші толған ақша еді. Екі қатарға тізіле жиналған. Өмірі ондай ақшаны көрмеген байғұстар ауыздары ашылып тұрып қалды. Жап, деді сасқалақтап. Көп екен, деді жұтынып. Дереу есігін жапса да тұрып қалды. Алтын көрсе періште жолдан таяды деген. Аздап білдіртпей, алайықта байқамай қалады, көп екен, деді. Мерует тез сөйлеп. Болмайды, жындысың ба? Көп алмаймыз, көп ақша екен, білінбей қалады, деді. Құралайдың да ойы бұзыла бастады. Оны сезген Мерует дереу есігін қайта ашып, қолын созып, бір бума ақшаны алып шықты. Дереу қойнына тығып жіберді. Жүр, бұл жерден тезірек кетейік, деді өзі, қолындағы шүберегімен сейфтің есігін стол үстін сүртіп жатып. Жұмыстан шығып бара жатып, ақша менде бола тұрсын, барлығы ұмытылғанда бөліп аламыз деген. Бүгін күні бойы Құралай жалтақтап жүрді. Алыстан бастықтың кабинетіне қарап қояды. Бастық жұмысқа бірден келе қоймады. Түстен кейін ғана келді. Бірден ақшаны түгендемесе керек. Тек кешке жақын ғана хатшысы ары-бері жүгіріп кетті. Бір қарағанда су апара жатты. Сағатқа қарап, уақытты өткізе алмаған Құралай әбден қиналды. Уақыт болғанда елден бұрын шығып, алды артына қарамай үйіне зытқан. Мерует бүгін жұмысқа бармады. Өзіне қараса түк қобалжымайтын сияқты. Түк болмағандай үйінде отыр. Қанша ақша алып шықтың? Кеше санадың ба? Жоқ, санауға мұрша болмады. Қазір әкелемін деп шығып кетті. Бір кезде ақшаны алып келді. Тездетіп санай бастады. 500 екен. Теңдей бөліп алайық деп жартысын бөліп берді. Құралай ақшаны алғысы келмейді, бірақ өзін жеңе алмады. Меруеттің ұсынған ақшасын алып сөмкесіне салып алды. Сен түк болмағандай жүрсеңші, білдіртіп қойма. Сұраса қайтеміз? Сұрамайды, қорықпа. Сұраса көрмедік, алмадық дейміз. Ең бастысы мойындама, деп Құралайды шығарып салды. Келесі күні Құралай жұмысқа әрең барды. Аяқтары алдыға қарай жүрмейтін сияқты. Бара сала Меруетті іздеді. Мерует жоқ. Жұмысқа келмеген ба деп сұрастырып еді, келмеген болып шықты. Бұл қалай болғаны? Не ойларын білмеді. Өзін жалғыз қалғандай сезінді, бірақ ол шынымен де жалғыз қалған еді. Мерует қайтып жұмысқа шықпады.
Түске таман бастық барлық қызметкерлер мен жұмысшыларды бір-бірлеп жекелеп кабинетіне шақыра бастады. Не болған? Ақша жоғалған дей ма? Қанша жоғалған екен? Кім алған екен деген сыбдыр сөздер көбейіп кетті. Құралай әбден састы. Кетіп қалса өзін ұстап бергені. Кезек оған да жетті. Бастықтың кабинетіне кіргенде хатшы қарсы алды. Жылаған сияқты, көздері қызарып кетіпті. Келіңіз, отырыңыз, Құралай. Әңгімені шет жағасын естіген шығарсыз. Менің мына септінен бейсенбі күні ақша ұрланды. Негізі есігін жауып кеткен едім. Қалай ашық қалғаны? Сол күні сіз осы кабинетті жинаған екенсіз. Иә, жинағаным рас. Біз Меруерт екеуміз жинап болған соң шығып кеттік. Ештеңе байқамадық. Меруерттен де сұраймын, бірақ сұрастыра келе кабинетке соңғы болып кірген сіз екенсіз деді нығыздай сөйлеп. Мен алмадым. Қанша жоғалыпты дегенде, 1 миллионға жуық ақша жоғалған дегенде, Құралайдың екі көзі шарасынан шыға жаздады. Мен алған жоқпын дей берді. Осы кезде кабинетке форма киген екі полицей кіріп өзіне қарай жүрді. Мен алған жоқпын деп жан даусы шықты. Екі полицей қолына кісен салып, орнынан тұрғызып сүйрей жөнелді. Құралайдың көздері қарауытып, ештеңеге түсінбей 1 миллион деген сөз құлағының түбінде дыңғырлап бара жатты. Есіне Меруерт түсті. Меруерт қайда дей берген еді. Барлығы кеш. Бұл кезде оны полиция көлігіне отырғызып жатты. Барлық ел бірі терезеден, бірі есіктен сығалап қарап тұрды. Бірі Құралайға жаны ашып тұрса, бірі саған сол керек дегендей табалап тұрғандай болып көрінді. Бастығы да бір істі тындырғандай артынан риза болып қала берді. Енді міне тастай қараңғы камерада жатыр. Артынан келген ешкім жоқ. Үйде қалған балалары не болды екен? Күйеуінің өзін тастап кеткеніне 2 жыл болған. 2-ші сыныпта оқитын ұлы шошып қалған болар, анасын іздеп. Қызды қойшы, ол жасы үлкенірек. Артына неге іздеп анасы немесе бауырлары келмеді? 1 миллион қайдан шықты? Меруертте ұсталған болар деген ойлар таусылар емес. Бір сарынды қараңғы камерадағы өмір күннен жаңылдырды. Қанша күн өткені белгісіз. Бір күні есіктің терезесі ашылып, айыпталушы, тергеуге дайындал деген дауыс шықты. Тергеу ісі 3 айға созылып, ұрланған бар ақша Құралайдың мойнына ілінді. Бір қызығы Меруерт сол бойда көзге көрінбеді. Құралай 5 жылды арқалап кете берді. Тек 3-ші жыл дегенде анасынан естігені, сені түрмеге тыққан бастығың істі болды. Ол да ұсталып қамалды ғой деді. Екеуі әдейі сені ұрлыққа итермелеп қалған ақшаны өзінің қалтасына салса керек деді. Құдай сазайын берсін. Сол кезде ақшаға қысылып жүрген едім. Көзімді шел басып, көп ақшаны көргенде есімнен танып қалғаным рас. Бірақ солай алданып қаламын деп ойлаған жоқпын. Меруерттен хабар бар ма? Жоқ, ол әлі табылмады деді анасы. Оның күйеуі ше? Күйеуі біледі ме екен? Күйеуі де жоқ. Соған қарағанда күйеуімен бірге деді. Бастығының ұсталғаны Құралайға дем беріп, сотқа істің қайта қаралуын талап етіп хат жазды. Біраз уақыт өтіп, ақшаның ұрланғаны рас. Алданғаны бар, жеңілдік беріліп 3 жылдан соң бостандыққа шығады. Отырып шыққан адамға жұмыс қайдан болсын? Әр жерде бір жұмыс істеуіне тура келді. Бәрінен де өсіп қалған қызының қылықтары көңіліне жақпайды. Қызым, күн ұзақ, көшеде жүргенше үйдің тіршілігіне көмектесең қайтеді? Жұмыстан шаршап келгенде ыдысты үйіп қойғаның дұрыс па деп ашуланды. Қойшы мама, зауқым жоқ. Қазір тамаққа шақырсам ұялмай келесің ғой. Несіне ұялады екенмін? Ұялып болғанмын. Ұрының қызы атанып, сен түрмеде жатқанда елдің түртпегіне айналғанмын. Енді соны маған бетіме қашанғы басып айта бересің. 18-ге толғанда кетемін бұл үйден. Ұстап тұра алмайсың дейді. Құралай амалсыздан үйілген ыдысты өзі жинай бастады. Бір жақсы жері ұлы өзіне жақын. Мамалап қасынан шықпайды. Түрмеде отырған кезде өзіне бір құрбы тапқан. Өзінен жарты жыл бұрын бостандыққа шыққан. Кетіп бара жатып, Құралай, қиналсаң маған кел, көмектесемін деген.
түк бере алмасам да араласып тұрайық. Адамға дос керек қой. Менің достарым бар, қанша ауытқаныммен көп жылдар саудада жұмыс істедім деген болатын. Сол Раушан құрбысы кісі өлтірді деген айыппен 10 жыл отырып шыққан. Өзінің күнде арақ ішіп келіп ұратын күйеуін абайсызда мерт қылып алған. Алғаш Раушан тұрмысқа шыққанда күйеуі жақсы жігіт болады. Тек уақыт өте келе ортасы нашар болды ма, жұмыссыздық өмірдің қиындығына шыдамады ма, көп ішетінді шығарды. Алдында 2 қыз, ұл тусам қоятын шығар деген үмітпен жүре берді. Ұл туып бір қуантқанда да әдетін тастамады. Қайта қол көтеріп, үйдегіні сыртқа таситын әдет тапты. Темекі тауып бер, бір жартыға ақша бер деп діңкілдеп, бермесе балалармен бірге қосып ұрып соғуы жиілеп кеткен. Қашамын деп киімсіз қыстың суығында қораға тығылып, көршілерден пана іздеп жүрген күндердің бірінде күйеуінің өзіне балта алып жүгіріп келе жатқанын байқамай қалды. Қолындағы баласын жатқыза сала өзін қорғамақ болып арпалысады. Итергені қатты болды ма, артқа құлап, темір пештің қырына оңбай басы тиіп мерт болған. Тілсіз кетті. Балаларын ата-енесі тартып алған, өзі қамалған. Көрмегені жоқ. Раушан шығарында Құралайға: өмірде не болмайды дейсің, көрдік қой, бір-бірімізге қол ұшымызды беріп тұрайық деген. Сол Раушан құрбысын тауып алады. Көрісіп, аман саулық сұрастырып болған соң: қайда жүрсің, жұмысқа тұра алдың ба дейді. Ой, сен де айтады екенсің, біз сияқтыларға қайдағы жұмыс? Алғаш 1-2 ай бармаған жерім жоқ, еш жерге алмайды. Содан өзім таныс кәсібіме ауыстым. Қазір саудадамын. Онда да мына қала шетіндегі базардың бір шетінде отырамын. Не сатасың? Не сататымды айтсам күлесің, айтайын ба деп бар даусымен қарқылдап күлді. Иә, айтсаңшы енді. Түрси сатамын. Іш киімдер ма? Оның несі күлкілі? Жоға, сен түсінбедің. Еркектердің турсиін сатамын. Басқа ештеңе жоқ па? Соған да шүкір де. Базарда арнайлы орын жоқ. Болса да төлеу керек. Мына турсилерді коробтың үстіне жайып жіберем де кез келген жерде тұрып сата беремін. Біреулер келе жатса жылдам жинап аламын деп қимылымен көрсетіп күлді. О, тоба, өтеді ма турсилерің? Өткенде қандай, сата білу керек қой. Алмаймын деп тұрған адамның қолтығына тығып жіберем ғой деп тағы да күліп. Әзірше ақшам соған ғана жетіп тұр. Оның өзін де қарызға аламын. Әйтеуір тамағыма, киім пәтеріме жетіп тұр. Солай жүре бермеймін ғой. Жүре тағы бірдеңе ойластырармын. Балаларыңа бар алдың ба? Оған әлі батылым бармай жүр. 10 жыл болды мені көрмегендеріне. Әкесін өлтірген адамды қабылдай қояр ма екен? Енем өзінше тәрбиеледі ғой, деді демде күрсініп. Бір рет болса да барып көрмедің бе? Айдалада жүріп том пішкенше. Мүмкін сені сағынып жүрген шығар. Жақында барып келдім, сен айтқандай ұрланып алыстан, деп көзінің жасын сығып алды. Қыздарым әдемі болып өсіпті. Ұлым да жаман емес. Енем сол қалпы түк өзгермеген, ақырып тұр. Ай, қайдан? Енем түрі тұрғанда мені жолатпайды, деді мұңайып. Тақырыпты өзгерткісі келген Құралай: мен де сен сияқты саудаға шығып кетсем бе екен, деді. Қайдам, бірақ өмірі сауда жасап көрген емеспін. Сен алдымен жасап көрсеңші, содан кейін айтасың. Азын аулақ ақшаң болса болды, базарды жағалай отырып сата бер. Дордайға барсаң арзан бағаға аласың, деді құрбысына қарап. Үйіне келген соңда Құралай базарға шығып кетсем бе екен деген ойдың шырмауында жүрді. Бауырларынан аздаған ақша сұрап еді. Жеңгелері пыртиып бергізбеді ме, ала алмады. Шешесінен сұрап еді. Пенсияны күт, оған дейін қайдағы ақша, деді. Күтуге тура келді. Пенсия қолға түскен күні Раушанға хабарласты. Дордайға барайық, не аламыз деп еді. Турси аласың да, басқа не аласың, деді. Турсиден басқа бірдеңе сатуға болмайды ма? Намыстанбасаң шұлық алып сат. Шұлықтың түр-түрі көп. Бір жақсы жері, оны базарда тұрып та көше аралап жүріп те сата бересің. Сыған сияқты ма?
Енді қайтесің? Онда ана жерден орын ал да төле. Орынға төлейсің, күнде төлейтінің бар. Ақшаң бар ма? Жоқ, шешем пенсиясы көп емес. Енді не дейсің? Шұлықтан басқа ыңғайлы жоқ дейді. Келесі күні таңға 5-тен тұрып, екеуі дордайға тартады. Шұлықтың көкесін сонда көреді. Әшейінде өзіне, балаларына шұлық алғаны болмаса, қайдан білген? Бүткіл базарды көтеріп кеткендей болып, арқаланып үйге қайтады. Алғаш күндері Раушанның қасында жүріп сатады. Кейіннен бөлек кетеді. Құралайдың саудадағы жолы осылай басталады. Жүре-жүре екі құрбы базардан орын алып, заттарын көбейтіп, қызу сауданың ортасына түседі. Екеуі қатар тұрған орыннан екі бөлек контейнер жалға алып киім сатады. Жаз айларында ештеңе емес. Күздің қара суығы, қыстың аязында күн ұзақ далада тұрып оған да еттері үйрене бастайды. Алғаш бірінші жылы Құралайдың тұрғаннан ауырғаны көп болады. Сауда бірде бар, бірде жоқ. Уақыт өте біраз қаражат жинайды. Арасында желініп, өздері де елді жеп, нағыз тіс қаққан қасқыр саудагер болып шыға келеді. Өмір өзі жайлап, барлығын үйретеді екен ғой. Базардан шығып үйіне қайтқан. Жол бойында такси ұстап, тоқтаған көлікке отыра қалады. Сәл жүрген соң байқағаны, қасында отырған әйел өзіне тесіле қарап отыр екен. Не болды дегендей басын бұрды. Құралай, сені де көретін күн бар екен ғой деп, өзіне күле қараған адам мектепте бірге оқыған сыныптасы еді. Бірін-бірі көрмегендеріне қанша жыл өткен. Екеуі көрісіп, мәре-мәре болады да қалады. Қайда жүрсің? Біздің қалада. 2 күн болды келгеніме, ертең қайтамын. Қайтқан несі? Жүр, үйге міне, жақын қалдық деп үйге алып келеді. Бір кездері екеуі бір жігітке ғашық болған. Оны басында өздері білмейді. 10-шы сыныпта оқитын Құралай бой жетіп, жан-жағына қарай бастаған кез. Өзі сияқты сыныптастары баяғыда бір жігітпен жүреді. Бұл болса әлі таңдауын жасамады. Айнаға қарағанда өзінің сұлу болмаса да әрлі екенін біледі. Дене бітімі де жаман емес. Келісті қыз. Құралайдың жүрегін жаулау қиын. Оған етедегі қанзада керек деп қыздар арасында мазақтап күліп қоятын. Жаз айларының бірінде ауылдағы жалғыз дүкеннің иесі Сәуленің туысқан інісі келеді. Сәуле жұмысы көбейіп үлгермей жүрген соң шақырып алған. Жаздай не істейсің? Босқа жүресің бе? Маған 1-2 ай болса да көмектес, шаршап жүрмін. Күзде бос қайтпайсың, ақыңды жемеймін деп әкеліп алған. Ең алғаш Құралай Ерланды сол дүкеннен көреді. Жәшік тасып, сөрелерді реттеп жүрген бала сырттан келген бірден білді. Бір уақыт ол да бұған қарап тұрғандай болып көрінді. Алатын заттарын тез-тез алып, есептесіп шығып кетеді. Енді дүкенге тағы барғысы келіп тұрды. Басында өз ойынан ұялып та қалды. Шешесінің дүкенге жұмсағаны сол еді. Әшейінде үйден әрең шығатын Құралай келсе кетті. Айнаға қарап түрін реттеуді ұмытпады. Есіктен кіргеннен көзімен оны іздей бастады. Заттарын алып, Сәуленің алдына келіп есептесіп те болды. Бірақ ол жоқ. Көңілі түсіп сыртқа шықты. Аяқтарын жаймен басып жүріп келеді. Артынан біреу ақырын ысқырғандай болды. Бұрылып қараса сол екен. Қасына келіп, тез кеттің ғой, деді. Құралай не дерін білмей сасқалақтап қалды. Өйтпегенде ше, өмірінде бірінші рет бөтен жігіт өзіне тіл қатып тұр. Тіпті жүрегі тарсылдап кеткендей болды. Өзін еркін ұстаған бала. Асықпасаң сені шығарып салайын, Ерлан деп қолын созды. Құралай, деді даусы әрең шығып. Кешке бос болсаң бірге қыдыруға қалай қарайсың? Ауылдарыңды таныстырып дегендей, білмеймін. Апам жіберсе дей беріп еді. Амалын тауып шығарсың. Мен сені осы ағаштың түбінде күтемін, деді. Осылай екеуі танысып, Құралай ерекше бір сезімнің жетегінде кете берді. Екеуі күнде кешке қыдыратын әдет тапты. Оны бір күні Сәуле байқап қалады. Өзіне бір түрлі қарағанын байқап, Құралай енді дүкенге бармайтын болды. Шешесі айқайлап жұмсай алмайтын халге жетті. Махаббаттан басы айналып жүргенде бір күні төбесіне жай түскендей болды.
аулада алма турап отырған. Қасына 5-ші сыныпта оқитын інісі келіп, сенің ана жігіт сымағың өзіне басқа ермек тауып алыпты, деді көздері қутыңдап. Жаңалық ашқанына өзі мәз. Басында түсінбеген Құралай, бар шәрі, мазамды алмай, деді. Ана сенің сыныбыңдағы Ғалия бар ғой, сол алып кетті, деді. Сөздің мәнісін енді түсінген Құралай, оны қайдан білесің, деді. Өз көзімен көрдім. Екеуі қол ұстасып кетіп бара жатты, деді. Енді Құралайға көздерін сығырайта қарап, не істейсің дегендей әлі қарап тұр. Жүре берсін, баршы мазамды алмай, деп інісін қуып жіберді. Кешке өздерінің ағаштарын түбіне келіп біраз күтті, келмеді. Қоңырау шалғысы келіп тұрып намысы жібермеді. Інісінің айтқаны рас болды ғой. Ғалия өзіне қарағанда әдемі, бойы ұзын, мінезі де ашық, сыңғырлап күле беретін әдеті бар. Киімді де өзгелерге қарағанда басқаша сәлмен киеді. Ол кимегенде кім киеді? Ауылдың беделді дәрігердің қызы. Әке-шешесі ауқатты тұрады. Құралай үйге кіргеннен төсегіне құлады. Алғаш рет тұншығып, жүрегі ауырып жылаған еді. Алғашқы махаббаты қалай бұрқ етіп тұтанса, солай тез сөнеді. Ең бірінші өзін кінәлайды. Танымайтын бір көрген бөтен адамға сеніп қалған үшін өкінді. Жүрегінің тулаған әрең басты. Ерлан келесі күнде келмеді. Жаздың жайма шуақ күндері зымырап тез өтіп кетті. Күзге кезек келіп, мектепте сабақ басталды. Ерлан ауылына кетіп қалды. Қасыма көмекші алмасам болмайды екен. Ойбай, белім деп сәуле қалды. Сабақ басталды. Алғаш Ғалияны көргенде Құралайдың жыны ұстады. Мінезі тұйықталып елден бөлек жүретін болды. Ғалия сол баяғы қалпы қашанда көңілді жүреді. Бір күні телефона үңіліп отырғанын байқады. Ерлан екеуінің түскен суреті жарқ ете қалды. Құралайдың одан сайын жын ұстап, саған Ерлан сәлем айтып жатыр, деді бір күні. Сендер таныс екенсіңдер ғой, маған неге айтпағансың, деп қарап тұр. Дүкенге барғанда бір-екі көргенім болмаса, иә, танимын. Солай ма? Күзгі демалыста келемін, деді, деп мәз. Бірақ Ерлан келмеді. Ғалияны да ұмытса керек. Қыс айларында қыздың көңілсіз жүргенін көрді. Қабағы түсіп, көңілсіз күйін көріп, Ерланнан хабар бар ма? Сәлем айт, деді. Көп болды, жазбайды. Қоңырауыма жауап бермейді, деді. Сол кезде барып Құралайдың көңілі орнына түсіп, тынышталғандай болды. Бір демде Ерланды ұмытып, жеңілдеп қалды. Ғалияға Ерлан туралы ештеңе айтпай жасырып қалған. Енді міне сол сыныптасы алдында отыр. Мектеп бітіріп, екеуі екі жаққа кеткелі қашан. Ғалия оқуға түсіп, жақсы жерге тұрмысқа шыққан. Ата-анасы дүркіретіп той жасап шығарып салған. Құралай болса оқуға түсе алмады. Күйеуге шыққанмен некесі сәтсіз болды. Күйеуі екі баласымен тастап кеткен. Сыныптан кімдерді көріп тұрасың? Былтыр күзде барғанымда апайды көрдім. Әлі сол қалпы, немерелерін жетектеп жүр. Өзің қайда жұмыс істейсің? Базарда киім сатамын. Сауда бар ма? Әр кезде әрқалай өтеді. Ашық контейнерде далада отырамын. Қыста суық демесең, бұлай болады. Өзің жұмыс істейсің бе? Иә, тіс саламын. Құрған тістерің бар ма? Болса кел, деді. Тіске қарайтын уақыт жоқ. Сені отырып шықты деп естіп едім. Иә, болды ғой. Айбымды өтеп шықтым, деп күрсіне. Екеуі бір-бірін қимай қоштасады. Хабарласып тұр, жоғалып кетпе. Қалаға келсең, үй осы, деп шығарып салады. Өзі артынан қарап тұрып, жастық шағы есіне түскеніне риза болады. Ол да бір қызық күндер екен ғой, дегендей болды. Бір күні Раушан, осылай Дордайға бара береміз бе? Ел сияқты бізде Турциядан зат әкелдік те, дейді. Оған ақша қайда? Ұшақпен ұшатының бар, жататының бар. Біз кезектесіп барайық. Бір жолы сен, келесі жолы мен. Сонда жолға ақша үнемдейміз. Онда оған ақша жинау керек шығар. Жинайық. Келесі айда барамыз, деп екеуі келіседі. Келесі айда өзінің жинағаны бар, Раушанның бергені бар. Турциядан бірақ шығады. Тіл білмей біраз қиналғаны болмаса, базарын тез табады. Заттарын алып, салып, жұмыстары біткен бойда аэропортқа келеді. Енді тексерістен өтіп келе жатқанда алдында тұрған әйелге көзі түседі.
Өз көзіне өзі сенбей қолымен иығынан түртеді. Ол басын бұрып қарады. Соның өзі Меруерт. Оның түрі бірден бұзылып кетті. Алдына қарай тездетіп жүріп кетпекші болды. Құралай қолынан шап беріп ұстап алды. Міне қызық, тау-таумен кездеспейді, адам адаммен кездеседі деген рас-ау, Сені көргеніме қуаныштымын деді тістеніп. Меруерт қолын жұлып алды. Жылдам басып ұшаққа қарай жүрді. Қайда барамын дейсің? Қазақстанда кездесеміз қазір, деді соңынан айқайлап. Өзі бірден Раушанға қоңырау шалды. Мені күтіп ал, мен жалғыз емеспін деді. Айтқандай Раушан күтіп алды. Дайындаған көлігі де бар. Құралай ұшақтан шыға сала қуып жетіп, Меруертті ұстап алды. Меруерт бұлқынып айқайлаған болды. Онысынан түк шықпады. Даусыңды шығарма, менің бағыма қарай жалғыз екенсің деп сөйлей жөнелді. Сыртқа алып шығып, Раушанның дайындап қойған көлігіне бір-ақ тықты. Құралай, мен барлығын түсіндіремін. Кешір мені, Құралай деп аузын жаппай келеді. Кешіргенге кеш, пойыз өтіп кетті. Түк ойламастан мені түрмеге тыққаныңды ұмытпаған боларсың. Ол мен емес. Маған солай айтқан соң жасауға мәжбүр болдым. Кешір мені деп шындап қорқа бастады. Екеуі Меруертті қала сыртына алып шықты. Мынаған не істейтін ойың бар, өлтіреміз. Меруерттің жан даусы шықты. Олай істеме, Құралай, балаларым бар. Менің де балаларым бар, сен аядың ба? Көліктен алып түсіп, жазық далаға сүйрей жөнелді. Дірілдеген Меруерттің Құралайға шамасы жетпеді. Өзіне қарағанда Құралайдың күші мықты еді. Сүйреп әлі келеді. Қалай өлгің келеді, айт. Мына дәріні ішесің бе? Жоқ, мауыздайын ба деп қайдан алған белгісіз қолындағы пышағын жалаңдатты. Есі шыққан Меруерт аяғына жығылып кешірім сұрай берді. Меруертті біраз қинаған соң, өмір сүргін келеді екен ғой, жақсы онда, айыбыңды төле дейді. Беремін, қанша сұрасаң да беремін деп Меруерттің даусы өзгере қалады. Сен енді менен қашып ешқайда кетпейсің. Қазір сенің үйіңе барамыз. Күйеуің қайда? Ол жоқ, ажырасып кеткенбіз. Тіпті жақсы деп қайта көлікке сүйреді. Сол жүргенімен қоймай, Меруерттің артына аңдып жүріп 1 миллион ақшаны өндіріп алады. Енді көзіме көрінбе. Көрсем басқа жаққа кетесің деп шошытады. Дұрыс, мұндайларды аямау керек, оңбаған шалқып жүргенін қара, деп Раушан Құралайды қостап қояды. Қызының мектеп бітіретін уақыты болып қалды. Ұлы да өсіп келеді. Олардың болашағын ойлау керек. Өзінің мектеп бітірген жылы есіне түсті. Үйден кетіп бара жатқанда анасы: оқуға түссең түстің, түспесең қайтып кел. Сені ақылы оқуға түсіре алмаймын. Оған жағдайым жоқ. Биыл түспесең 1 жыл дайындал. Келесі жылы түсесің деп шығарып салған. Жолы болмай оқуға түсе алмады. Ауылға қайтпады. Сөйтіп жүріп тұрмысқа шығып кеткен. Енді өзі оқымаса да балаларын оқыту керек. Сабақтан келген қызының қасына шақырып: қызым, сен мектеп бітірісімен көшеміз деді. Қайда? Астанаға. Сол қалаға барып оқисың. Жаңа өмір бастаймыз деп өзінше шешім қабылдайды. Астанада тұратын сыныптасы Ғалияға қоңырау шалып көшетінін айтады. Дұрыс шешім. Өзіңе сенімді болсаң болды. Маған 2 баламмен тұратын пәтер табу керек. Ол жағын уайымдама, тауып қоямын. Келесі күні жаңалығын Раушанға айтты. Мені тастап барасың ба? Неге тастап? Сен де бірге жүрсеңші, бірге боламыз деді. Мен кете алмаймын. Балаларыма барамын. Енем шайтан болып кетпейтін шығар деп бір күрсінді. Неге кетемін деп шештің? Мына тұрысымызға қара, ашық аспан астында суық контейнер. Меруертті кездестіріп, өшінді алғалы бері жаным рахаттанып, тынышталып қалдым. Енді балаларымның болашағын ойлауым керек деді. Қиын күндерді демеу болған құрбысына риза көңілімен қарады. Соңы.